Ал енді өткен материалды пысықтап алды. Енді жаңа тақырыпты ашайық. Балалар, бүгін жаңа тақырыпты ашу үшін жаңа тақырыптың алғашқы қос сөзі мен біздің сыныбымыздағы Сақ патшайымының есіміне орай қойылған баланың орындығының атына қойды. Кім Сақ патшайымы? Томиристің орындығына Томирис ала қой. Бірінші сөз сенің орындығының атында. Жасына қой. Келесі сөзді тегі қысқа. Үш әріптер тегі. Қысқа, ең қысқа. Сергей орындығының артына қойды. Екінші сөз Сергейдің орындығының артына жазылған екен. Келеді. Үзіп алады. Тақырыбымызда жау. Қандай тақырып екен? Енді бүгінгі сабағымыздың тақырыбын білдік, мақсатымен таныс болады. Тыңдаған материалдың, яғни 2 минуттық болуы мүмкін, мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беру, түйінді тұстарын анықтау, сөйлемді толықтыру және кластер құрастыру. Енді әдеттегідей осы үлкен мақсатты кішкентай мақсатшаларға бөлеміз. Ал кім келеді? Кім қысқартып келеді? Келеді. Ең бірінші қадам не істейді екенсіз? Сұраққа жауап береміз. Жоқ, Маржан, маркер алдыңда. Қызым, сұрақтарға жауап береміз. Тұстарын анықтаймыз. Құрастырамыз. Тағы не қалып қой? Қандай етсіз қалды? Сөйлемді толықтырамыз. Енді бүгінгі сабақта балалар тыңдаған материал бойынша сұрақтарға жауап бересіздер. Тірек сөздерді теріп жазу арқылы түйінді тұстарын анықтайсыздар. Сөйлемді толықтырып, кластер құрастыратын боласыздар. Жаңа сөздерді суреттермен сәйкестендіріп, жаңа сөздермен танысып көрейік. Мына бірінші сурет бойынша таныс болмауы мүмкін сіздерге. Екінші сурет, үшінші, төртінші суретте не көріп тұрмыз? Маме? Яғни соңғы қалған сөз бізде анасы баласын не істеп жатыр? Сағынады, құшақтайды, яғни қалай болады? Сағыну, тамшы, құлшынды. Кім сәйкестенді? Келіп отыр. Енді бейнематериалды тамашалайық. Мұқият тыңдаймыз. Бүгін жексенбі. Айдар далаға ойнауға шықты. Кенет жаңбыр сіркірей бастады. Аспандағы күн көзін бұлт басып кетті. Жерден жауынның алғашқы тамшылары түсті. Күн бұлыңғыр, айнала дұрыс көрінбейді. Жаңбырды ұнатпайтын Айдар үйге кіріп кетті. Себебі қорған болатын қол шатыры үйде. Аяқ киімі де балшық болып қалатын болды. Жаңбыр әлі жауып тұр. Жаңбыр жауса, жер ырысы санайтын халықпыз ғой. Болат мұндай күнді қатты ұнатады. Болат далаға жүгіріп, тамшыларды басып жүр. Егін шығып, бау-бақша гүлдейді деп қуанып қояды. Болат жауын шашынды әбден сағыныпты. Қазір екінші рет тыңдаймыз. Дәптерге жазып, адам қисаттар бар ішінде теріп жазып алуға болады. Ұқсат. Екінші рет тыңдаймыз. Аяқтаймыз, көте қойыңыз. Енді дәптерімізді ауыстырамыз. Дәптерімізді ауыстырамыз. Тексереміз. Жаңбыр, бір бал.
Сізге неше бал? Иә, Әлима, неше бал? Алты бал. Видео жаңбыр туралы. Себебі Айдардың аяқ-киім болғанады. Бейнематериалда қандай мақал кездесті? Жаңбыр жауса, жер ырсын. Айдарға жаңбыр қатты ойнайды. Болат тамшыларды басты ма?